Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге JS блоктың бірінші бөлімін талқылайтын боламыз. Яғни JS блокты мен сіздерге екі бөлімге бөліп видео сабақ жіберетін боламын. Біз осыған дейін GQ блок туралы өттік. Енді бүгін JS блок, оның өзі екі бөлімнен тұрады. Бүгін бірінші бөлімі и GI блоктың рецепторлары туралы өтеміз. JS пен GI-дің арасында мен сіздерге екіншілік мессенджерлер туралы видео шығарамын. Мессенджерлер, екінші мессенджерлерге не жатады? Бұларға фосфолипаза жатады, протеин киназалар жатады, ол жерде мен сіздерге сосын фосфодиэстераза дейтін фермент туралы айтатын боламын. Сосын ATF, GTF-тер туралы айтатын боламын. Жалпы мына сіздерге түсіндіріп жатқан механизмдер ішінде жүріп жатқан белоктар, жаңағы ыдырататын ферменттер бар ғой. Солардың барлығын сол жерде тағы бір жеке-жеке түсіндіріп көрсетіп кететін боламын. Негізі оны басында жіберім керек еді, бірақ осылай кетіп қалды. Енді бұйырса осылай кетеді. Енді бүгін JS блоктың рецепторлары, бірінші бөлім. Жалпы бұл бірінші бөлімде мен яғни JS блокты, яғни бұлшықеттерде орналасуына байланысты, тегіс салалы бұлшықеттерде және көлденең жолақты бұлшықеттерде орналасуына байланысты екіге бөліп отырмын. Бірінші бөлімде тек сіздерге тегіс салалы бұлшықеттерде қалай жүретініне механизм соны айтатын боламын. Енді жалпы JS блоктың рецепторларына не жатады деген кезде біз айта алады екенбіз. Бета 1 білеміз, бета 1, бета 2, бета 3 дейтін рецепторлар, адрена рецепторлар. Екіншісі А2 дейтін бұл аденозиндік рецептор. Аденозиндік. Одан кейін H2 гистаминдік рецептор. H1-ді алдында айтып кеттік. Одан кейін D1 дофаминдік рецептор. V2 вазопрессиндік рецептор. V1-ді де алдында айтып кеттік сіздермен. Одан кейін PGI, яғни 2 простагландиндік рецептор, немесе простациклиндік деп те аталады. Простагландин немесе простациклин деп те аталады. Осы рецепторлар, яғни JS блоктың рецепторларына жатады екен. Енді олар тегіс салалы бұлшықет және көлденең жолақты бұлшықетте орналасуы мүмкін. Бүгін біз сіздермен бірге тегіс салалы бұлшықетте орналасатын механизмді сызып көрсететін боламын. Ең бірінші, әдеттегідей жасыл түспен біз жасушаны салып аламыз. Мынау біздің жасушаның бір қабырғасы деп алайық. Енді оның қабырғасында біз білетін JS блоктың рецепторы орналасады. Ол рецепторлар мынаның әрқайсысы болуы мүмкін. Тек мына рецепторлардың қай жерде орналасатынын білуіміз керек. Мен оны да сіздерге алдыңғыдай кестемен жіберетін боламын. Қай жерде қандай рецептор орналасатын. Енді мынау біздің рецепторымыз. Бұл рецептор JS блокқа байланысты рецепторы. Мысалы, бета 2 рецептор деп алайық. Енді агонист, бұл рецептор қоздырады дедік қой. Агонист, кез келген агонист. Мысалы, адрена рецепторларда адреналин, сосын норадреналин дейтін, яғни медиатор гормон, медиатор да болады, гормон да болады. Бұл бүйрек үсті безінен бөлінеді бұлар. Және де нерв талшықтарында болатын болса, нерв талшықтарының ұштарынан бөлінеді. Яғни симпатикалық жүйке жүйелеріне, симпатикалық жүйке жүйесіне жатады. Енді бұл қалай жүзеге асады жұмысы? Соны асады. Енді осы адреналин, норадреналин мына рецепторға келіп өзінің плюс 10 әсерін берді, осыны қоздырды. Енді біз айттық алдында, J белоктың, яғни осындай суббірліктер болады. Альфа суббірлігі бір жағында тұрады, және бета мен гамма дейтін суббірлік бұл бір жағында тұрады. Енді мына альфа суббірлігі бұл аденилациклаза дейтін, яғни С деп қойын, АЦ. Аденилациклаза дейтін, яғни ферментті активтейді. Күн нұрын қылып қойын, активтенді. И бұл АТФ-ті ЦАМФ-ға айналдырады. Білесіздер бұл механизм. Енді бұл ЦАМФ не істейді? Бұл өз кезегінде протеин киназа А-ны активтейді. Протеин киназа А-ны активтейді. Плюс қойып қойын.
Енді протеин киназа активтенгеннен кейін ол не істейді? Бұл яғни алдындағы механизм саркоплазматикалық ретикулум ішінде кальцийлер болады. Кальций. Енді протеин киназа А осы қабырғасында орналасқан фосфоламбан дедік алдында. Вот соны тежейді минус. Фосфоламбан нені тежейді сосын? Мына жерде кальций 2 АТФ аза тұрады. АТФ аза. Фермент осыны тежейді. Енді негізі қалыптыда, мынау рецептор тітіркенбесе, бұл фосфоламбан кальций АТФ азаны тежеп тұрады, қалыптыда. Егер ана рецептор тітіркенбесе, яғни жасуша осы рецепторын жаңағы қозбаса, осы рецептордың әсерінен қозбаса, мына фосфоламбан кальций АТФ азаны тежейді, нәтижесінде кальцийлер мынау цитоплазмада жүреді. Енді мына рецепторлар активтенгеннен кейін ол протеин киназа А-ны активтендіреді. Протеин киназа А енді мына фосфоламбан тежеп тастағандықтан фосфоламбан жұмыс істемей қалады да, мынаны тежей алмай қалады. И кальций АТФ аза ол сырттағы кальцийлерді енді ішке кіргізе береді, жұмысы. Кальцийлерді ішке жинап қояды, соның нәтижесінде босансиды. Енді мен сіздерге бұлшықеттің мына жақта бір несін көрсетейін. Бұлшықет жиырылу үшін бізге екі нәрсе керек дедік алдыңғы сабақта. Кальций и АТФ керек дедік. АТФ энергия. Осы екеуі керек бізге. Енді бұл жердегі кальций қызметі, біріншісі қызметі бұл кальмодулин дейтін белокпен байланысу. Кальмодулин. Байланысу осымен. Плюс деп қойын, екеуі байланысады. Екеуі байланысады да миозин киназа. Алдында айттық, жеңіл тізбекті миозин киназасын активтендіреді дедік. Бұл миозин киназа активтенді. Енді мен мына жерге білесіздер алдында актин мен миозинді салдым бүйтіп. Актин миозин кешені деп алайық. Ортасында миозиндер. Көк актин, қызыл миозин білесіздер. Енді мына кальмодулинмен байланысқаннан кейін бұл миозин киназаны активтейді. Миозин киназа одан кейін АТФ-ті АДФ-ке айналдырады да, бір фосфорын не істейді дедік? Миозинге береді дедік, фосфорлайды дедік. Соның нәтижесінде не істейді? Бұлшықет жиырылады дедік. Бұлшықет жиырылады дедік. Фосфорлаған нәтижесінде. Бұл үшін АТФ керек дедік. АТФ бұл митохондриядан келеді, білесіздер. Енді тағы бір нәрсе бар. Бұл миозин фосфатаза дейтін нәрсе бар. Миозин фосфатаза дейтін нәрсе. Мына жерге жазып қойын. Миозин фосфатаза. Миозин фосфатаза дейтін бар. Бұл миозин киназаға қарама-қарсы қызмет етеді. Миозин киназа бұл бұлшықеттерді жиырса, миозин фосфатаза керісінше босатуға тырысады. Оны қалай босатуға тырысады? Міне фосфатаза атайды тұр, жаңағы жалғанып қойған фосфорларды босатады да, нәтижесінде фосфор мен и АДФ-ті екеуін қосу арқылы өзінің бойынан АТФ-ке айналдырып шығарып жібереді. АТФ-ке айналдырып жібереді. Фосфордан айырылғасын, енді бұлшықет босансиды. Енді мына АТФ қайттан былайынан жүреді, келесі бұлшықет жиырылатын кезде осылай айналып жүре береді бұл механизм. Бұл жердегі мына екі фермент, миозин киназа және миозин фосфатазаның активтенуіне байланысты. Енді олар қалай активтенетінін қазір сіздерге айтамын. Енді мынандай суретті алайын, мынандай суретті сіздерге мынандай суретпен түсіндіріп көрсетейін. Мына домалақтарды актин деп есептеңіз, актин деп ойлаңыз. Алдында айтқандай, актиннің жаңа миозинмен байланысатын бөліктері бар, осындай кішкене. Миозин жаңа аяқшалар бар, ол білесіздер ғой. Миозин болатын мысалы, бүйтіп әрқайсысына жалғанатын бір несі бар. Түсіндіңіздер ғой? Вот алдыңғы видеода мен көрсеттім. И одан кейін
мынадай жаңа тропонин, тропомиазин туралы айттық қой. Вот енді мынау жаңағы миозинмен қара миозинмен байланысатын бөліктер, тесікшелер дейік па. И одан кейін осындай тропомиазин бар екен. Тропомиазин, осындай. И оның төбесінде тропониндік компонент бар. Оны мен жасыл салайын бүйтіп. Тропониндік компонент бар. Түсінікті ғой, енді бұның үш бөлімнен тұрады екен. ТИ деп қойыңыздар. Яғни тропониндік тропонинді ингибирлеуші. Екінші ТТ деп қойыңыздар. Бұл тропонинді тропомиазинмен байланыстырушы. Тропомиазинмен байланыстырушы. Миозинмен байланыстыру деп қойын. Үшіншісі ТС деп қойын. Тропонинді кальциймен байланыстырушы. Кальций екпінісімен байланыстырушы. Осындай бөліктер бар екен. Түсінікті, актин мен миозиндің примерно суретін салып көрсетсеңіздер де болады да, енді сіздер апайларыңызға. Қараңыз бүйтіп өшірсең болады. Яғни примерно сурет осындай. Актин мен миозин арасындағы. Мына тропонин, тропомиозиндерді жаңағы кальциймен байланысуына байланысты, осылай жүреткен. Кальций тропомиозинді өзіме алып кетсе, актинмен байланысуы оңай болады екен. Түсінікті ғой? То есть актин миозинмен байланысуы оңай болады. Сол арқылы миозин екеуі байланысып жиырылады екен. Енді миозин фосфатазаны, миозин киназаны түсіндіңіздер. Миозин киназа активтенуі үшін кальций керек. Кальций кальмодулинмен байланысу керек. Екеуі байланысқасын миозин киназа активтенеді дедік. Кальций қаяқтан шығады дедік, алдыңғы нелерді айттық. Бұл жалпы сырттан түседі. Жасушаның сыртынан, және де жасуша ішіндегі саркоплазматика ретикулумнан сыртқа шығады екен. Оның шығу жолдарын сіздерге алдыңғы видеоларда түсіндірдім. Енді мына жердегі механизм протеин киназа А фосфоланбанды тежеді дедік. Осы жерден тоқтадық. Енді біз мына жаққа көшейік. Мына бета, гамма дейтін суббірліктер жасушаның бетінде жаңағы айтқанымыздай кальций каналдары бар дедік. Кальций каналдары бар. Бұлар жасушаға кальцийді кіргізіп тұрады, немесе сыртқа шығарып тұрады. Кальций 2+, кальций 2+ деп сырттан салып қойын. Енді мына бета, гамма дейтін суббірлік осы каналды активтейді екен. Егер бета, гамма суббірлік қосса, соның нәтижесінде мына кальцийлер ішке кіреді екен. 3 кальций салдым енді. 3 емес қой, біраз қой. Кальцийлер ішке кірді. 2+. Енді не істейді? Кальций ішке кірді. Кальций іште жоғарылады. Кальций іште жоғарылады. Бұлар не істейді екен? Түскен кальцийлер сразу мынаның ішіне кіріп кетеді екен. Не үшін? Өйткені фосфоланбан жоқ. Кальций атефазаны тежейтін. Сондықтан ішке түскен кальцийлердің өзі мына кальций атефазаның көмегімен саркоплазматик ретикулумның СР деп қойын. Саркоплазматика ретикулум ішіне жинала береді екен. Кальций атефаза өткені оны ешкім тежеп тұрған жоқ, ол өзінің қызметін атқарып жатыр. Сырттағы кальцийлердің бәрін ішке кіргізіп жібереді екен. Мына протеин киназаның тағы бір әсерлері бар екен. Бұл қандай? Ең бірінші миозин киназаны тежейтін әсер көрсетеді. Минус. Қызыл минус. Тежейткен. Керісінше мына суретті жасылмен бүйтіп жүрейін. Протеин киназаны шығып жатыр бәрі. Бұл мына миозин фосфатазаны активтейді екен. Түсіндіңіздер ғой, енді жолын, мағынасын, мәнін түсіндіңіздер ғой, қалай болып жатқан. Қараңыздар. Біздің
яғни бұлшықет жасушаларымыз тегіс бұлшықеттер ғой. Вот солардың қосуы үшін кальций мен АТФ керек болды. Қалыптыда кальций мен АТФ жасушада жүреді ғой енді. АТФ өндіріліп жатады. Егер оттегімен жаңағы глюкозалар келіп тұрса, енді бұлар жүрген кезде кальций кальмодулимен байланысады да. Ол миозин жеңіл тізбекті киназасын активтейткен. Сосын екіншісі АТФ керек дедік. Бұл АТФ-ті жаңа миозин киназа, АТФ-ті бір фосфорын алып қояды да АДФ-ге айналдырып жібереді. АДФ-ге айналдырып жібереді. Бір фосфорын бұл миозинге қосып жібереді да. Соның нәтижесінде миозин мен актиннің жаңағы жиырылуын тудырып, яғни актомиозин комплексті қоздырып, нәтижесінде бұлшықет жиырылады екен. Енді оны тежеп отыратын зат бұл миозин фосфатаза екен. Миозин фосфатаза, атып тұрғанда фосфатаза, бұл фосфорды алып қояды екен. Жаңағы миозин киназа қосып берген фосфорды қайтадан алып қояды да АДФ-ге қосып жібереді. Екеуін АДФ екеуін татуластырып жібереді да АТФ-ге айналдырып жібереді екен. Сосын АТФ кейін қайттан, егер бұлшықет жиырылу керек болса, қайттан келесі осылай айналмалы тізбекпен жүре береді екен. Енді бұлшықет жиырылып тұрған кезде, мысалы бронхоспазм кезінде, мына миозин киназа активтеніп тұрған кезде, бұлшықет жиырылып тұрған кезде, енді біз жаңағы белгілі бір дәрілерді беру арқылы, бета рецепторларға әсер ететін дәрілерді беру арқылы, енді осы механизмдерді біреуін басып, біреуін қоздыру арқылы бұлшықетті босата аламыз. Ол қалай? Бета 2-ге әсер ететін дәрі, ол рецепторды қоздырды. Рецептор қозғаннан кейін жаңа айтқанымдай альфа суббірліктер өздерінің қызметін атқарады. Альфа суббірлік аденилациклазаны қоздырады. Ол АТФ-ті ЦМФ-ге айналдырады, протеин киназа А-ны активтейді. Енді протеин киназа А мына фосфоламбанды тежеп тастайды. Нәтижесінде бұл өзінің қызметін атқара алмай қалады, Сосын кальций АТФ алса, бұл өзінің қызметін атқарып кетеді да, нәтижесінде сырттағы кальцийлерді ішке кіргізіп тастайды. Сырттағы кальцийлерді. Сыртта не істеді енді? Кальций 2+ азайып кетті. Кальций азайғасын не істеді? Миозин киназа активтенбей қалды. Кальций жоқ, кальмодулимен байланысқан жоқ. Түсінікті ғой, АТФ бар, бірақ кальций жоқ. Түсінікті ғой, Вот сондықтан бұлшықет ақырындап босансып бастайды. Ол кезде мына протеин киназа А фосфоламбанды тежеуден бөлек, мына жақтағы миозин фосфатазаны активтейді. Сондықтан бұл фосфаттарды ажыратпайды миозиндерден. Бұлшықет жиырылып тұрған кезде фосфаттарды алып тастайды да, то есть фосфорларды алып тастайды да, нәтижесінде бұлшықеттер босаңсиды. И бір жағынан миозин киназаны тежеп тұрады. Вот осылай әсер көрсетеді. Мына альфа суббірлік, гамма суббірлік бұл сырттан кальцийлерді кіргізе берсін. Бұл кальцийлерді көбейте берсін, бірақ мына жерде кальций АТФаза тежелмесе, мына сырттан түскен кальцийлердің бәрін ішіне кіргізіп тастай береді. Саркоплазматикалық ретикулум ішіне кіргізіп тастай береді. Түсінікті ғой, Вот солай сырттағы, яғни цитоплазмадағы кальцийлер қоры азаяды, нәтижесінде мына процесс жүрмейді, бұлшықет жиырылу болмайды. Сіздерге бұл видео сабақты түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді біз В2 вазопросилдік рецептор туралы айтайық. В2 рецептор туралы айтайық. Бұл жаңағы бүйректердегі түтікшелерде орналасады, түтікшелерде. Бұл В2 алдыңғы сабақта айтқандай, бұл суды қайта сіңіру үшін керек екен. Суды қайта сіңіру үшін жаңағы АДГ дейтін гормон бар ғой, вот сол әсер етеді, қалыптыда. Вот ол кезде аквапорин деп аталатын, яғни транспорттық белок бар. Мембранада орналасқан транспорттық белок бар. Транспорттық деп қойын. Белок. Осы белок, мына В2 рецепторге сырттан әсер етілді. Бұл мынаны қоздырды. Бұл В2 рецептор мына аквапоринді қоздырады. Плюс, енді аквапорин бұл
жаңағы мынау түтікше болатын болса, иә, бүйректен шыққан сулар бүйтіп кетіп бара жатыр ғой мына жаққа. Вот сол жердегі H2O су деп қояйын. Осы H2O'лардан апорин өзімен тартып алады екен да. Мына жақта қан тамыры болатын болса, қанға сіңіреді екен суды. H2O қанға сіңді. Сөйтіп суларды қайтадан тартып алады да, иә. Сөйтіп қан көлемін көбейтеді екен, иә. Осылай қызмет атқарады екен V2 рецептор. Енді бұл тоже қан қысымын көтеріледі бұл кезде. Білесіздер, енді су көбейіп жатыр, қан қысымы көтеріледі. Енді тағы айтатын рецептордың бірі бұл бета-3 рецептор. Бета-3 рецептор. Бета-3 рецептор бұл қаяқта орналасады десеңіздер, май жасушаларында орналасады. Май жасушалары. Оны басқаша не деп атаймыз? Адипоцит деп атайды екенбіз, иә. Енді бұларда механизм қалай жүреді? Мына адипоцит майлар деп алайық, иә, сары майлар. Майлар деп алайық. Вот, оның қабырғасында B3 рецептор орналасқан, иә. Бета-3 рецептор орналасқан. Енді агонист мынаны қоздырған кезде плюс бета-3 активтенсе, иә, ол жаңағы жолдар арқылы не істейді? Протеин киназа А-ны активтетеді, иә. Енді протеин киназа А бұл осы адипоциттерде болатын HSL дейтін, яғни мына жерге жазайын, HSL. Яғни ағылшынша гормон стимулдаушы деп қойын, болмаса қазақша жаза берейін. Так, бүйтейін. HSL, главный түсінікті деген ойдамын. Так, не olur? H дейтін гормон, S дейтін стимулдаушы, липаза. Осындай биологтық ферментті активтейді, плюс не активтейді? Протеин киназа А осыны активтейді. Енді бұл не істейді? Липаза деп атып тұр, өзі липидтерді ыдыратады. Яғни липолиз процесі жоғарылайды. Түсінікті, бұл гормонның қызметі. Яғни бұл рецептордың қызметі. Қалай жүретінін түсінікті деген ойдамын. Протеин киназаға дейінгі жол банағыдай жүреді. Аденил циклаза арқылы. Бұл жерде түсінікті деген ойдамын. Жаңағы мына жерде значит GS белок активтенсе, егер тегіс залалы бұлшықет болатын болса, не істейді? Бронх релаксация болады, релаксация. Немесе бронходилатация дейді. Дилатация қазақша, яғни бронхтардың кеңеюі болады екен. Яғни бронхтар кеңейеді екен. Бронхоспазм кезінде бронхтарды осылай кеңейте алады екенбіз. Бұл видео сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бұйырса келесі видеода көріскенше міндетті түрде мынаны конспекттеп, мыналарды маған жекеме жіберетін болсыздар.